Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құрамы қарапайым, ерекше көрініс беретін, дәмі тілі үйіретін ыстық тағам түрімен бөліспекпін. Күнделікті тағамнан жалыққан болсаңыздар, осы ыстық тағамды жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Дәмі өте ерекше. Ең алдымен езілмейтін, шашырап түсетін гарнир дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сұйық майымызды құйып, күрішімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне тұзын сеуіп, суын құйып, 20 минут бұқтырып қоямыз. Суын көп құймаңыздар. Өзі бетіне асып тұрса болды. Енді етімізді, пиязымызды, сәбізімізді, тәтті бұрышымызды бәрін төртбұрышты қылып тураймыз. Және картопымызды тураймыз. Бәрін дайындап аламыз. Енді сұйық майымызды табамызға құйып, осы дайындаған етімізді қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алып, үстіне пиязымызды, сәбізімізді салып қуырамыз. Тәтті бұрышымызды салып қуырамыз. Және шамалы жарты қасық томат пастасын қосып, араластырып қуырып, үстіне картопын салып, араластырып, үстінен су құйып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне күрішіміз езілмей шашырап пісті. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, макаронымызды қуырып аламыз. Макаронымызды қуырамыз, майға қоңыр боп қызарғанша қуырамыз. Міне осында қып-қызыл қызарып қуырылды. Енді үстінен піскен күрішімізді салып, жақсылап араластырып, үстіне бір шамалы су құйып, бұқтырып қоямыз. 5 минут. Міне гарниріміз дайын болды. Ыдыстарыма салып қойдым. Енді подливіміз де дайын болды. Міне тамамыз. Өте ерекше, дәмді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналымды қолдап, достарыңызға жіберулеріңізді сұраймын.